аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Ислам діні тазалыққа негізделген дін. Мұсылман өзінің құлшылығын тазалықпен бастайды. Күллі адамзаттың арманы болған жәннаттың кілті намаз. Намаздың кілті тазалық деп пайғамбарымыз айтты. Тағы бір хадис шарифте ат-тухуру шатрул иман, тазалық иманның жартысы деп айтты. Ендеше құрметті қазақ елі, өзімізді, қоршаған ортамызды, жерімізді, елімізді таза ұстау әрбір азаматтың міндеті болып есептеледі. Әрбір адам өзін таза ұстаса, қоғам таза болмақ. Баршаңызды таза ұстауға шақырамыз.